Бізде қонақта Отырар телеарнасының бас редакторы Зәуре Оралбаева ханым, студиямызға қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Наурыз мерекесі. Наурыз құтты болсын. Наурыздан наурызға аман есен, төрт көзіңіз түгел жете берейік. Құдай қаласа айтқандарыңыз келсін. Әз наурыз кірді деп біз барлығымыз шаттанып қуанып жатырмыз. Наурыз ол жаңалықтың бастамасы деп күтеміз. Жаңағы күн мен түннің теңесетін уақытысы деп. Сондықтан осы күндері айтылып жатқан барлық тілектер орындалсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Наурыздан наурызға аман жетейік. Бәрекелді. Әумин деп тілейміз. Жалпы жаңғырудың мерекесі деп жатырсыз. Өзіңіз дәстүрлі бір, қалай айтсам болады, жылда қайталанатын дәстүр бар ма отбасыңызда Наурыз мерекесіне қатысты? Әрине, Наурыздан біз бір жаңа бастаманы, жаңа бір өзгеріс, жаңа жылдықты күтеміз. Дәл солай бізде наурызға жаңағы үйімізді, қора-қопсымызды тазартып, жаңағы киім жаңартып, жалпы ойымыздың өзін өзгертуге әзір тұрамыз ғой. Сондықтан бұл күндері де сондай. Көптеген отбасылар сияқты қазақтың біздің отбасымызда да ертең наурыз келе жатыр, былай жасайық, былай істейік, мынаны істейік деп сондай өзгерістердің жаңашылдықты күтіп отқан жағдайымыз бар. Мынау бала кезімізде елімізге берсін, бала кезімізде жаңа жыл мерекесін желтоқсанда тойланатын кәдімгідей күтіп, үйдің бәрін шешеміз жұмсап, кәдімгідей дастарханды дайындап, әдемі көйлек киюге, жаңа көйлек киюге тырысатын едік. Дәл қазір бүгінде осы наурыз мерекесі қарсаңында жасалатын сияқты осы әрбір отбасында дәл қазір соны қолға алса. Оның үстіне ол желтоқсандағы жаңа күнтізбе бойынша жаңа жылды айтып жатырмыз ғой. Біз балалық кезден үйреніп қалған әке-шешеміз де бізде. Бірақ наурыздың енді лебі, наурыздың жаңағы енуі ол өзгеше сияқты. Ол бір жаңағы адам өзі жаңа жылдағы мерекедегідей емес, кішкене бір шаттанып, қуаныш, басым, серпіліс, бір шынында да бір керемет бір дүние, табиғаттың өзіндегі жаңару адам бойына бір күш беретіндей, жігер беретіндей. Сондықтан бұл жаңа жыл, бұл жылдың басы ол енді өзгеше. Оны сөзбен айтып жеткізу де қиын. Табиғаттың өзіндегі жаңағы сең қозғалып, жіпсіп, бүршік атып, керемет күйге енуі, соның өзі адам бойына қандай керемет әсер береді. Бұл енді өзгеше мереке ғой. Өзгеше мереке, дәл осы өзгеше мереке жаңғыру мерекесіне Отырар телеарнасында өзінің базарлығымен бірге келді. Ол да дәстүрге айналған. Барша қазіргі жаңа технологиялардың дамып жатқан заманда біздің әріптестеріміз де, біз де осы көшпен бірге жаңағы дамып, ілесу емес, алдыңғы қатарда болуға тырысуымыз керек. Ол қажет, ол біздің көрермен үшін қажет. Өйткені қазір біз айтсақ та айтпасақ та рухани жаңғырамыз деп жатырмыз. Ол керек дүние, ол әрбір бүкіл Қазақстанға елбасы жариялап, мемлекеттік жаңағы бір құжат ретінде болды дейміз ба? Біздің патша көңілді көрерменіміз, әңгімемізге араласқысы келіп отырған көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Мереке құтты болсын. Рахмет. 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 Жаңа мен өздеріңді тыңдап отырып, мына әңгіме айтып жатырсыңдар. Наурыз айында жаңа жыл бір өзгерісті күтеміз деп. Сол өзгерісті сіздер өздеріңізден бастасаңыздар деген менде екі тілек бар. Тек қана наурыздың 3 күн, 4 күнде национальный көйлек кимей, мысалы кешелі бері наурызға байланысты ұлттық киімдер киіп жатырсыздар. Сол
Рахмет тілегіңізге. Рахмет. Өте керемет ұсыныс, қажет ұсыныс, ойда жүрген ұсыныс деп айтатын едім. Былтырғы жылда осы соңғы наурыздың басталар жаңағы тойланатын күндерінен сол күндері емес, 1 наурыздан бастап, тіпті жаңа жылдың алғашқы күндерінен бастап осындай ұлттық сарындағы киімдерді нақыштағы келтірсек деген ой болған бізде. 1-2 күн оны жасадық та кейіннен рас жұмыспен анау дейміз, мынау дейміз, себеп іздеуге тырысамыз. Бірақ айтып отырған ұсынысыңыз үшін рахмет. Әлі де оны біз іске асыруымыз керек. Ойда бар. Жақында ғана мен енді тақырыптан ауытқып бір мәселе айтқым келеді. Ұлттық арнадан қазаққа белгілі қолөнерші мынау оюмен өрнекті кестелеп тігуді өзгелерге үлгі етіп, оны көрсетіп, келінге де қызға да жасап жүрген көптеген апаларымыздан үлгі өнеге алған, Зейнеп Ахметовадан бата алған Ырза Тұрсынзаданың өнерін, ол кісінің сұхбатын көріп, осы ой менде туған болатын. Мүмкін осы жұмыспен қабаттасып, дәл осындай. Ол ұлттық өнерді алып жүру, ол ұлттық өнерді барынша насихаттау, ешкімге бір ауыртпалық түсіретін дүние емес қой. Ол күнделікті өзіңнің әр сөзіңде, тірлігіңде оны жасап жүрсең, ол жарасымды, ол солай болуы керек. Соны жүрекпен қабылдап, іске асыратын уақыт әлдеқашан жеткен, сондықтан көрерменнен кешірім сұрай отырып, шынында ол дұрыс айтып отырған ұсынысыңыз. Бұны біз ескеруіміз керек, бұны біз жасаймыз, істейміз деп уәде берем, алдағы кездері бұл міндетті түрде іске асырылады деп айтайық. Мен көрерменге аңдатпа ретінде қазір айта салғым келіп отыр. 21-44-50 біздің байланыс телефонымыз. Сізде алдыңғы көрерменіміз секілді тілегіңізді, ұсынысыңызды білдіріңіз. Мүмкіндігіңіз бар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз, мархабат дегім келеді. Жаңа бағдарламалар легіне келсек. Бізде жаңа бағдарламалар, өздеріңіз байқаған боларсыздар, басталып та кетті. Ол жаңағы біздің Шымкентімізді туристік бір аймақ ретінде, туристік орталық ретінде таныту, жастардың көзімен сырттан келген болсын, осы жерде өмір сүріп жүріп, кейбір тұстарын Шымкентіміздің білмей жатқан жастар болсын, басқадай азаматтар болсын, соларға таныту мақсатында бағдарлама басталып кетті. Одан кейін біз мынау жаңағы аспаздық өнерді, енді қазір көптеген телеарналар осындай шоуды ұйымдастырады, бірақ енді әрқайсының өзінің бір кішкене өзгешелік стилі бар. Біздің де аспаз лайф тура сол бағытта жұмыс істейтін, арғырай жұмысты жалғастыратын жобалардың бірі. Енді наурызға келетін болсақ, Оңтүстік Қазақстан облысы наурыз мерекесін тойлауда осыдан бірнеше жыл бұрын жаңа үрдісті қолға алып, наурыз бір ғана күнмен шектелмейді. Біз бәлен күндер бойы, 10 күн бойы тойлаймыз, басқа күндерде де деп осындай бір ұсыныс тастаған. Қазір оны оңтүстіктен басқа өңірлер де қолға алып отыр. Керемет дүние. Міне осы жаңағы дәстүр биылда қайталанбақшы. Наурыз біздің Оңтүстік Қазақстан облысының орталық тек Шымкентпен шектелмей, оңтүстіктің көптеген аудандарында қазірдің өзінде тойланып, мерекеленіп, онымен көптеген іс-шаралар байланыстырылып жатыр. Оған барынша мына жастарды, балаларды, ұл қыздарды қамту, біздің қарияларымыздың бата тілектерін естіп, қазір айтып жатқан Наурыз көженің өзінің тарихы тереңде жатыр ғой. Тілеу көже деп атаған о баста, мысалға, Алла тағаламның өзі ерекше бір жаңағы пайғамбарларына ыждағаттылықпен жаңағы елдің берекесін тілеген елге берекемізді береміз деген. Сондайдың барлығын барынша түсіндіруді қазір қолға алып отыр. Бізге тағы да бір көрерменіміз хабарласып үлгерді. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Осының ұлы күні наурыз мейрамымен шын жүректен Қазақстан елін құттықтаймын. Рахмет. Сау болсын. Рахмет, сізге де құт береке әкелсін наурыз. Рахмет, сізде мерекеңізбен құттықтаймыз. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын. Отбасыңызға амандық, құт береке тілейміз. Бақытты болыңыз. Енді мен үлкен апа өзінің анамды құттықтамақшы еді. 63 жасқа толып, 64 жасқа келіп жатыр. Наурызда құдай қаласа ден сау болып, Әлжіке әулеті, Шаншықұл Әлжіке әулетінде ұлы жүз. Апаны құттықтаймын шын жүрекпен. Ден сау болсын. Бүкіл Қазақстанға жақсылық тілеймін. Рахмет. Тілегіңіз қабыл болсын. Біздің де атымыздан сіздің апаңызды құттықтағымыз келеді. Дені сау болсын, ғұмырлы болсын апаңыз. Енді апаларын, аналарын сыйлаған
ешқашанда ол ұтылмайды, ешқандай тірлігіңізге береке кіреді деп сенсеңіз болады. Сонымен біз бағдарламаларымызды айтайық. 21-ші, 22-ші, 24-ші, 25-ші наурыз күндері кешкі 19:30-да осы оңтүстік өңірінің көптеген аудандарында, Шымкентімізде болып жатқан барлық бағдарламаларды Отырар телеарнасының Оңтүстік Рабат газетінің тілшілері сіздерге түрлі бағытта репортаждар беріп, сол іс-шаралар қалай өтіп жатқанынан хабардар етіп отырады. Оның барысында әрине өздері жаңағы қолға алған жобалар да осы күндері сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан одан да бір ой түйіп, одан да бір мына тұсын былайша көмкерсек, не болмаса мына тұсын былай толықтырсақ дейтін ойыңыз болса, мархабат ортаға сала жүріңіз. Сондықтан да біздің мына биыл дәстүрге айналған Шымкенттегі Қошқарата сейілі 20 наурызда бүгінгі күні ол басталды, және ол алдағы күндері де біздің барлық телеарналардан көрсетілетініне күмән жоқ. Оның әлі де болса тарихына тереңірек үңіліп, біздің көпшілік көрермен осыны білуіміз керек. Неге ол сейілді Қошқаратаның бойында, жағалауында өткізіп, оған біздің ата-бабамыз көп мән бергені туралы қазір көп айтылып жүр. Оны білсек, ешқандай артық болмайды. Онан кейін мынау биыл ұлыстың ұлы күні Наурыз Қазығұрттан бастау алады деп, Нұх пайғамбарымыздың кемесінде жаңағы керемет тарихи аймақта біздің Атбұлақ ауылындағы тау бөктерінде, қайта басылып кетті ғой деймін, көрерменіміз хабарласып. Тау бөктерінде Наурыз аталып өтіледі іс-шара, үлкен дастархан жиналып, қазірден ақ сіздер ақпараттық порталдардан оқыған шығарсыздар, ол жерге 300 жылқы, 500 көгершін, тағы қанша 40 киіз үй тігіледі деп, жаңағы керемет ұлан асыр той жасаймыз деп дайындалып жатырмыз. Енді сол тірлігіміз баянды болсын. Әйтеуір ешқандай оқыс оқиға болмай, барлығы да өз дәрежесінде болып тойланып, соның барлығында сіз де біз де куәгер болайық. Осындай жаңа ұрпақтан ұрпаққа жететін дәстүрді, салтты, әдет ғұрыпты жаңғыртуда атсалыса берейік. Осы бағдарламалардың барлығын сіздер Отырар телеарнасынан көресіздер. Мереке күндері кешкісін 19:30-да көрсетіледі алғашқысы, және кейін 21:30-да, 22:30-да қайталанып отырады. Сонан соң тағы бір айтатын нәрсе, биыл Шымкентте де Наурыз ерекше аталып өтпекші. Айтып өтейік, оның ешқандай артықшылық жоқ шығар. 22 наурыз күні таңертеңнен сағат 10-нан бастап біздің Наурыз алаңында Шымкент қаласының ұйымдастыруымен Наурыз Думан мерекелік фестивалі басталады. Жастар фестивалі де өтеді осы күні. 24-не сол жаңағы Бәйдібек би ескерткіші тұрған бер жағында, Наурыз алаңы мен екі ортадағы алаңда аэронавтика, ашық аспан, ғарыштық жаңағы серуен деп аталатын фестиваль өткізілмекші биыл. Ол да біздің жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыруға атсалысатын спортшыларымыздың көмегімен өткізілмекші. Бәрі бақылауда болады, сондықтан келіп тамашалайым дейтін азаматтарға биыл көретін шаралар, қатысатын шаралар өте көп. Белсенді болсақ болған. Жас келіншектердің де шеруі болады. Жас келіншектердің де, келіндердің шеруі болады. Ол да тамаша. Жастар фестивалі. Енді мұндай шаралардың басы-қасында жастары жүреді ғой, сондықтан да сол азаматтардың қатысуымен көп деген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Мен негізгілерін атап өттім. Бұл жөнінде жақында облыстық, қалалық әкімдіктің өкілдері, басшылары барлығын халықты хабардар еткен. Енді бір-бірімізге деген жаңағы ықыласымыз, ерекше көңіліміз ешқашан суымасын. Тек жақсылықта жүздесейік. Наурыз ол бір күн тойланып шектелетін мереке емес қой. Ол ай бойы жаңағы сәуірдің соңына дейін, жаңағы сәуір болмайды, тәуір болмайды дегенді де қазақ бекер айтпаған. Әлі жаңағы біз қыстың бір кішкене ызғары әлі де сезіледі. Әнеу күні Наурыздағы алғашқы қар, соның өзі Наурыздың ақ қары деп керемет қыздардың сұлулығымен теңестіретін дүние ғой. Біз айта берсек Наурызды өзімізге жақындастырып, шынында бұл біздің керемет мереке. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Отырар телеарнасындағы жаңа бағдарламалардың тұсауы кесіліп, өздеріңізге ұсынылып жатыр. Тағы да әлі де жаңа бағдарламалар түсіріліп жатыр ғой, бастамалар. Жобалар өте көп. Оны қазір айтатын болсақ, құр босқа жаңа құр сөзбен мақтанатындай болмайық, оны керісінше көрермен эфирден көрсін.
Біз мына жаңалықтардың соңында халықтың есіне салып жүреміз ғой, көрермендердің әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымызға жазылыңыздар деп. YouTube каналынан бізді тікелей эфирде көруге болатындығын бірі білсе, бірі білмейді. Онлайн режимде, дәл қазіргі осы сәттерде тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол қыздарыңыз қазір көзі ашық, барлығы да біледі. Біздің тіпті егде жастағы азаматтарымыздың өзі біздің сол YouTube каналында бар жоқтығымызды сұрап отырады. Сондықтан бізбен болғандарыңызға рахмет әрқашан. Бұның барлығы сіздер үшін жасалатын дүние. Ешқандай жасырыны жоқ, басқа жоқ. Әрине кемшіліктер болады, онсыз болмайды. Сондықтан алдағы уақытта тек жақсылықтармен, тек жақсы жобалармен жүздесуді жазсын. Рахмет.